Мама, ертегі айтып берші. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ме? Жақын отырыңдар. Лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Батырлар туралы ертегілер. Батыр қойшы. Ерте заманда бір қойшы өмір сүрген екен. Ол бір байдың есігінде 20 жыл қой бағыпты. Қой бағып жүріп, ерлігімен де көзге түсіпті. Бірде малды ұрлап кетпек болған қарақшыларды жалғыз өзі жайратып, байдың рахымына ие болады. Ел жұртын сағынған ол туған туысқандарына барып қайтуға байдан рұқсат алады. Бай қойшының адал еңбегін ескеріп, саржамен бір құнан шығарат беріп, еліне жібереді. Қуанышы қойнына сыймаған қойшы еліне қайтады. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін бейтаныс бір ауылға жетеді. Келсе, сол елдің халқы жиналып, абдырап, шаршап отыр екен. Сұрастыра отырып, ханның сөзге шебер, көркіне көз тоймайтын жалғыз қызын бір түнді ұйықтап жатқан жерінен, бойы кіші болса да, күші 10 адамға татитын бір сом ергежейлінің ұрлап кеткенін біледі. Хан не істерін білмей, елді ақылдасуға жиған екен. Оның шабармандары шеттен келген қойшыға мән жайды айтып, дәу алып кеткен қызды тауып, ханға қайтарған адам үлкен сый-сияпатқа ие болады. Осыған сенің шамаң келе ме? Деп сұрайды. Қойшы біраз ойланып, жарайды, іздеп көрейін. Қызын аман-есен тапсырсам, хан менің шартымды орындар ма екен? Қызын маған қосып, байлығының жартысын берер болса, жолға 6 айлық тамақ даярлап, қасыма 2 мықты жолдас ертіп, үшеумізге бір күймелі арба берсін дейді. Қойшының айтқанын естіген хан оны алдына шақыртып алып, жарайды, сұрағаныңның бәрін аласың, тек аман-есен тауып әкелсең болды. Саған қызымды, байлығымның жартысын беруге де келсемін, дейді амалы таусылып. Үшеуі елден шығып, бірнеше ай жол жүреді. Кеш батқанда олар тынығу үшін орманға келіп тоқтайды. Өздеріне қолайлы жерді іздеп табады. Енді тамақтану үшін қойшы, барып тоғайдан құс аулап кел деп, үлкен жолдасын жібереді. Ол тоғайды аралап, құс таба алмай бір қыстауға кездеседі. Қыстаудан ақ шашты, бүкірейген кемпір шығып, сен мұнда неге келдің? Бұл жерде сұм ергежейлі бар. Ол сені өлтіреді. Келген ізіңмен кері қайт дейді. Қойшының жолдасы батырсынып, мен одан қорықпаймын деп кете қоймайды. Бір уақытта анадай жерден бойы кішкентай, тығыншықтай адамның келе жатқанын көреді. Ергежейлі қойшыны көріп, әй, сен не қып жүрсің? Өмір сүргің келмей ме? Жоқ әлде менімен күш сынасуға келдің бе деп тоқпақтың астын алады. Қойшының жолдасы әлсіреп, өзінен кіші ергежейліден таяқ жеп кері қайтады. Бірақ жолдастарына болған оқиға туралы ештеңе деп тіс жармайды. Келесі күні қойшының екінші жолдасы құс аулауға қолына саржа алып шығады. Тоғайдан ешбір құс таба алмай, алдыңғы күні жолдасы басынан кешірген жағдайға ұшырайды. Басынан өткен оқиға туралы бұл да ештеңе айтпайды. Тоғайдан ешбір құс таба алмадым деп бос оралады. Үшінші күні қолына саржасын алып, қойшының өзі тоғай аралауға шығады. Тоғайды аралап жүріп, бір қаз атып алады. Содан соң алдыңғы екі жолдасы болған қыстаудың үстінен шығады. Бұл жолы да қойшының алдынан сол бүкірейген кемпір шығып, әй, сен тағы келдің бе? Кет қазір, ергежейлі келсе сені өлтіреді дейді. Қойшы, келсе келсін, одан мен қорықпаймын. Болса онымен келісермін, болмаса күш сынасармын дейді. Дегенше кемпір жоқ болып кетеді. Сәлден кейін алдынан сол баяғы ергежейлі шығып, тағы келдің бе? Тыңдамайды екенсің деп айқайлап жұдырығын ала жүгіреді. Қойшы, тоқта, келсерміз, саған қонағаса келдім дейді. Кәне, көрсет дейді ергежейлі. Қойшы, жүр, үйіңе кірейік, міне деп қолындағы қазды береді. Ергежейлі батырды ертіп үйіне кіреді. Қаздың етін қазанға салып аса бастайды. Қойшы аңдып отырады.
Қазан қайнай бастағанда ергежейліні көтеріп алып, қазанға салып жібереді де қақпағын жаба қояды. Ергежейлі қайнаған суға күйіп өледі. Осының бәрін көріп тұрған кемпір қорыққанынан алды-артына қарамай қашып кетеді. Қойшы жер қыстауды аралайды. Ол жерде бірнеше есік бар екен. Барлығын қарап жүріп, алтынданған бір есікке тап болады. Ашып қараса, бөлме ішінде хан қызы отыр екен. Қойшыны көрген хан қызы: «Қайдан келдің? Мұнда қалай кірдің? Қазір ергежейлі келеді» дейді. «Мен оны жайғастырдым. Мұнда өзіңді іздеп келген едім. Сені әкеңе алып барып тапсыруым керек» дейді қойшы. Қыз қуанып киіне бастайды. Қойшыға бір жібек орамал, алтын сақина береді. Қойшы қыздан алған орамалын қыстауда ұмытып кетеді. Екеуі тоғайда қалған жолдастарына қайтады. Келе жатып, қойшының есіне ұмытылған орамал түседі. Қойшы кері кетпек болғанда хан қызы: «Барма, мен саған басқасын берейін» дейді. Бірақ жігіт көнбей: «Маған сенің тек сол орамалың қажет. Мені осы жерде күте тұрыңдар, тез келермін» деп қызды жолдастарына табыстап қайтып кетеді. Жолдастары мақұл деп қала береді. Қойшы қыстауға барып орамалды және ергежейлінің сыбызғысын алып, жолдастарына қарай кері жүгіреді. Жолдастарының көре алмаушылығы басым болып, жақсы атаққа өздері ие болғысы келеді. Қызды ханға тапсырып, байлыққа кенелмек болады. Осы оймен екеуі хан қызын қорқытып, арбаға отырғызады. Аттарына қамшы басып, жақындай берген қойшыға қарамастан қаша жөнеледі. Қойшы әрі айқайлап, бері айқайлап, тоқтата алмай, орманда жападан жалғыз қалады. Жолдастарының алдап соққанына ызаланып отырған оның алдынан дәу шығады. «Менің ергежейлі досымды өлтіріп, сыбызғысын алған сен бе? Кір мына інге» дейді дәу ашуланып. Қойшы інге кіреді. Ін дегені таудың қуысы екен. Сол жерде дәу мен қойшы екеуі күш сынасады. Олар ұзақ арпалысып, бірін-бірі жеңе алмай, әбден шаршайды. Пенденің күшіне разы болған дәу: «Қойшы, ақылыңа сай күшің бар екен. Егер қарсы болмасаң, менімен бірге қал. Бір жыл жылқымды бағып бер. Келер жылы көңілімнен шығар болсаң, жолыңды көрсетіп, шығарып салармын» дейді. Қойшы келісіп, сол жерде қалады. Дәудің жылқысын бір жыл бойы бағады. Малын жақсы баққаны үшін дәу қойшыға разы болып: «Тағы да сен менің көңілімнен шықтың. Адал еңбек еткенің үшін ертең еліңе жіберемін. Бүгін мына кебежені ашып, ондағы заттарға қолыңды тигізбе» дейді де өзі аң аулауға кетеді. Қойшы дәу кете салысымен не болса да тәуекел деп кебежені ашады. Кебеженің іші толған алтын екен. Жұдырықтай екі алтынды алақанына салып көреді де, сандықтың аузын қайта жауып қояды. Біраз уақыттан соң дәу келіп: «Кебежені ашқан кім?» деп сұрайды. «Ешкім ашқан жоқ» деп қойшы жауап береді. Дәу: «Сен мені алдай алмайсың. Маған өтірік айтқаның үшін тағы бір жыл ұстаймын» дейді кіжініп. Шыдамсыздығының кесірінен қойшыға тағы да бір жыл бойы дәудің жылқысын бағуына тура келеді. Бұл жолда лезде өте шығады. Бір күні дәу кетіп бара жатып: «Еш нәрсеге тиюші болма. Ертең еліңе қайтарамын» дейді. Қойшы айналасына қарап жүріп, бір бұрышта үйіліп жатқан гауһар тастарға тап болады. Жарқыраған сұлулығына қызығып, біреуін ұстап көреді. Дәу қайтып оралған соң заттарын тексеріп шығады. Қойшының бір гауһар тасын ұстағанын сезіп қояды. Қойшыны айыптап тағы бір жыл жылқы бақтырады. Енді қойшы мұңайып шаршап, еш нәрсесіне тимейтіндей болады. Бір жылда бітеді. Дәу аң аулауға кетпек болып жатып: «Ертең еліңе жіберемін, еш нәрсеге тиюші болма» деп ескертеді. Қойшы «Жарайды» деп қалып қояды. Енді ол еш нәрсеге тимей сақтық жасайды. Дәу келіп заттарын түгендейді. Бұл жолы қойшының айтқанын молжытпай орындағанына разы болған ол бір ат пен ескі белбеу, тот басқан қылыш беріп, еліне қайтарады. Қойшыны шығарып салып тұрып:
Жолдастарын кеткелі 3 жыл болды. Олар әлі еліне жете қойған жоқ. Адасып жүр. 1 жылсыз жете алмайды да, деп қойшыға жол сілтейді. Осы арада Дария бар. Соның үстінен өткен кезде қыз берген орамалды көтеріп, мына ескі белбеуіңді Дарияға қарай лақтыр. Сол кезде алдыңнан көпір шығып, сен өткен сайын қирай береді. Дәудің қойшыға берген аты жүйрік, тот басқан қылышы алмастай өткір еді. Қойшы сол жүйрік атына мініп, еліне қарай бет алады. Жолда Дәудің айтқанын орындайды. Орамалын бұлғап тұрып, ескі белбеуін Дарияға қарай лақтырады. Сол кезде алдынан пайда болған көпірден өтіп, 3 ай дегенде ханның еліне жетеді. Соңын ала жолдастары да келеді. Қойшы өзінің олардан бұрын оралғанын ешкімге хабарламай бір үйде қонып жатады. Ертеңіне қызының аман есен келгеніне қуанған хан елін жинап үлкен той жасайды. Тойға көп жұрт жиналады. Хан сарайындағы алдыңғы орынға барып, басқа қонақтармен бірге қойшыда жайғасады. Қойшының қолындағы сақинасын көріп қалған хан қызы әкесіне қарап, мені сұм ергежейліден құтқарған мына батыр, аналар өтірік айтып отыр дейді. Хан батырдан барлық жағдайды сұрап біледі. Қойшыны тастап кеткен 2 жолдасын елінен қудырады. Ат шаптырып, той жасайды. Ат бәйгесінде қойшының аты озып келіп, бірінші бәйгені алады. Күресте қойшы ханның палуанын жығып, үлкен абыройға ие болады. Той біткен соң қойшы ханға келіп, ал хан, уәдеңді орында, қызыңды маған бер дейді. Қызын қайтарып алған хан уәдесінен тайып, қызымды қойшыға бере алмаймын, өзімдей ханның ұлына беремін. Басың аман, бәйгеңді алдың, одан артық саған не керек дейді. Қойшы, уәдеңді орында, әйтпесе тұрсатын жеріңді айт, дейді ашуланып. Жарайды, дейді хан. Ертеңіне таң атқан соң майдан басталады. Хан жалғыз қойшыға 500 әскерін шығарады. Батыр қылышын көтеріп, орамалын бұлғап, соғысқа кіріседі. Қылышын оңға бір сілтеп, солға бір сілтеп, ханның 500 әскерінің бірін де қалдырмай қырады. Бұны көрген хан қойшының теңдесі жоқ батырлығын мойындайды. Жіберген ағаттығы үшін қойшыдан кешірім сұрап, байлығының тең жартысын береді. Қызын қосып, бас уәзірі етіп тағайындайды. Осылай сүйгеніне қосылып, ерлігімен еліне танымал болған, ақылымен талай жұртты таң қалдырған қойшы батыр бақытты ғұмыр кешеді. Ертегін адыма батырлар туралы тағы да көптеген ертегілер бар. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қой. Ең бірінші болып өзің көретін боласың.